Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабағымызда біз қосалқа күйін үйренетін боламыз. Және де қазір сол қосалқа күйін бірінші тартып беретін боламын. Достар, кез келген әнді, күйді үйренетін алдында міндетті түрде оның дауысына мән берген жөн. Өйткені, мысалға мен басқа тональностьте ойнап жатсам, сіздікі басқа тональностьте болатын болса, ұқсамай, сіздің содан жаңағыдай ұқсамай жатыр деп көп комментариялар жазады. Сіздің тартқаныңыз басқаша, біздікі басқаша деген сияқты. Оның барлығы сол осы құлақтың дұрыс болмауынан. Сол үшін достар, егер де сіздерде телефондарыңызда тюнер деген программа болатын болса, сол арқылы бірінші міндетті түрде домбыра дауысын турлап алыңыздар. Немесе мынандай керемет енді үйреніп жүргендерге мынандай бар құлақ турлайтын тюнер. Осыны домбыраның басына кигіземіз де астыңғы шекті G дыбысына торлаймыз. G деген сөз ол бізде соль дегенді білдіреді. Яғни соль дыбысына келтіреміз. Енді осы соль дыбысына үстін келтіреміз. Үстін D-ға келтіреміз, астын G белгісіне келтіреміз. Мына телефондағы тюнерде де дәл солай. Астыңғы шекті G, үстіңгі шекті D нотасына келтіреміз. Сол кезде домбыраның құлағы дұрыс болады. Ендеше достар, қосалқа күйін бірінші ойнап берейін. Ал ендеше достар, қосалқа күйінің бүгінгі сабақта біз бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Жалпы 7 қатардан тұрады ол. Сол 7 қатар, 6,5 қатардан тұрады. Жалпы күйіміз 19 қатардан тұрады. Соның бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Ең бірінші бізде үстіңгі шекте 5-ші пернені басамыз бұлай. Бас бармақпен және төмен қағамыз және лига ойнаймыз. Лига дегеніміз ол бұлай іліп алу деген сөз. Яғни 0-0 ашыққа ілеміз бұлай. Төмен, лига, және жоғары, лига. Және 5 ұстап тұрып, төмен, жоғары, лига. Қосқан кезде бізде 5-те төмен қағыста үстінде сызық жоқ, яғни ол жерде біз жай қағыс, жай ұзақтық деген сөз. Ал егер үстінде бір сызық болатын болса, ол орта жылдамдықта. Ал егер үстінде 2 сызығы болатын болса, ол кезде жылдам ойнаймыз деген сөз. Яғни нотаның ұсақтығына байланысты. Осыны қайталаймыз. Келесі бізде 0 ашық, төмен, және 2 жоғары, 4 төмен, және 7-5 жоғары, келесі 5-5 төмен, жоғары,
және 2-де 0 жоғары. Келесі 4-те 5 төмен жоғары. 5-те 7-ге түсеміз, төмен жоғары. Және 4-те 5 тағы да төмен, жоғары, және 2 жоғары. Және үстіңгі шекте 5. Жаңағы ең бірінші ойнаған лигамызды ойнаймыз. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Осы жерде бізде яғни бірінші қатарда реприза басталады. Реприза дегеніміз ол қайталау деген сөз. Және осы екінші қатардың осы жерден аяқталады. Соны қайталаймыз. Келесі бізде 7-де 7 астында екінші саусақ, үстінде бас бармақ. Алма кезек 3 рет және жоғары 2 рет тартамыз. Бірінші алма кезек 3 қағысымыз ол жерде жылдам тартылады. Жоғары, төмен және 9-да 7-ге лига жасаймыз. Яғни бұлай. Келесі 5-те 7 жоғары. Келесі 3-ші қатарымыз 5-те 5. Дәл жаңа 7-те 7 сияқты. Алма кезек 3 қағыс және жоғары. Келесі 5-те 5 төмен және 7-те 5-ге лига. 4-те 5 жоғары. Келесі 5 лига. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Енді келесі қайталау болады. 0, 2, 4, 7, 5, 5, 2. Келесі 4, 5, 4, 2 және 5 лига. 5 лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига, төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Яғни 2 рет тартамыз. Келесі бізде қайтадан 7-те 7-ні ұстаймыз. Астында екінші саусақ, үстінде бас бармақ. Алма кезек жоғары тартамыз. Бағана 5 қағысты. Алма кезек жоғары. Келесі 7 төмен және 10-ға лига жасаймыз осы жерде. Яғни келесі 9-да 7 жоғары және 5-те 7 жоғары. Келесі 7-те 7 тағы да алма кезек жоғары. Төмен 9-ға лига жасаймыз және 5-те 7 жоғары және 4-те 5 жоғары. Келесі бізде 2-де 0. Осы жерде тұрып 4 қағыс ойнаймыз. Асықпай, яғни жай жылдамдықта. Төмен, жоғары. Келесі бізде 4 төмен және 5-те 5-ге лига. Келесі 7-те 7 төмен, 9 лига, 9-да 7-ге лига яғни. Және тағы да осын қайталаймыз. Және 7-те 7 төмен. Келесі 5-те 5 төмен. Және үстіңгі шектегі 7-ге лига. Келесі 4-те 5 төмен. Және 5 лига. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Ең басындағы қайталаймыз. 0, 2, 4, 7, 5, 5, 2, 4, 5, 5, 4, 2, 5 лига, 5 лига, 5 лига. Деп осымен біздің бірінші бөліміміз өз соңына жетеді. Бұл жерде көбінесе қайталауынан 0, 2, 4, 7, 5, 5, 2 деген жер көп қайталанады. Сол шеттерін жақсылап үйреніп алыңыздар. Алдағы уақытта да ол қайталанатын болады. Келесі бөлімде біз сағасыны үйренетін боламыз.